Қайырлы күн, бүгін біз бетті көтеруге арналған 3-ші күндік массаж жасаймыз. Бұл массаж беттегі артық майды кетіреді, сондай-ақ беттің салбырауын кетіреді, сонымен қатар беттің қырын шығаруға көмегін тигізеді. Олай болса, бастайық, менімен бірге соңына дейін жасаңыз. Алғашқы жаттығу мойынға арналады. Иегімізден құлақ тұсына дейін сипалап, төмен қарай желке, иық, мойыннан түсіреміз. Бұл біздің лимфа жолдарды ашып, қан айналымын жақсартады. Енді дәл солай екінші жаққа қайталаймыз. Келесі жаттығу екінші иекті кетіруге арналады. Ол үшін иегіміздің астын құлақ тұсына дейін жеткізіп, тартып сипалаймыз. Енді дәл солай екінші жаққа қайталаймыз. Үшінші біздің жаттығуымыз құлағымызға арналады. Құлағымыздың жанында бізде лимфа жолдары бар. Сол лимфа жолдарын осылай жайлап, домалата, сипалап, уқалаймыз. Енді құлағымыздың барлық бөлігіне осылай массаж жасап уқалаймыз. Енді біздің негізгі массажымыз басталады. Бас бармағымызбен осылай астыңғы жақты қатты тартып, құлақ тұсына дейін сипалаймыз. Дәл солай үстіңгі жаққа қайталаймыз. Төртінші бізде жаттығу беттің салбырауына арналады. Сондай-ақ бұл бетті көтеріп, еріннің ұшын көтереді.
Бұл үшін саусақтарымыздың ұшымен бетімізді жайлап жоғары қарай тартамыз. Сондай-ақ көздің жанына әжім түспеуін қадағалаймыз. Енді дәл сол қимылды тез жасауға тырысамыз. Келесі жаққа да дәл солай қайталаймыз. Бесінші бізде жаттығу мұрын ерін қатпарларын кетіруге, сондай-ақ мұрынға арналады. Еріннің жоғарғы бөлігін қатты басып, жоғары көтеріп, мұрын жанын уқалап, сондай-ақ бет сүйегінен өткізіп, төмен қарай мойнымыздан түсіреміз. Алтыншы жаттығу бетімізді толықтай жоғары көтеріп, шашымыздың артқы жақ тұсынан төмен қарай мойнымыздан түсіреміз. Енді дәл солай екінші жаққа қайталаймыз. Жетінші бізде жаттығу еріннің ұшын көтеріп, сондай-ақ беттегі артық майды кетіріп, беттің қырын шығаруға арналады. Ол үшін екінші саусағымызды астыңғы еріннің астына, үшінші саусағымыздың еріннің үстіне қойып, осылай құлақ тұсына дейін жеткізіп сипалап, төмен қарай мойнынан түсіреміз. Don't leave me here.
Осымен бетті көтеруге арналған 3-ші күндік массажымыз аяқталды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сонда каналға тіркеліп пікір қалдырып бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.